Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз кілегей соусындағы фетучини пастасын дайындаймыз. Ол үшін бізге бір орташа сарымсақ, шампиньон саңырауқұлақтары, оны мен жуып кептіріп қойғам. Кілегей 20% немесе 10%-ті жетеді. Фетучини пастасы кез келген спагеттиді алуға болады. Тауық еті және де ірімшік. Ірімшік көп қажет емес. Алдымен біз барлығын турап аламыз. Сарымсақты орташа кубикпен турап аламыз. Осылайша шампиньондарды да осылайша орташа етіп тураймыз. Қуырылған кезде олар кішірейеді. Тауық етін кубикпен осындай етіп турап аламын. Осындай етіп турап алдым. Енді қызып жатқан табаға сары майды 50 грамм шамасында саламын. Немесе кез келген өсімдік майын де қолдануға болады. Біріншіден табаға сарымсақты саламыз да оны қуырып аламыз. Сарымсақ жұмсарып алғанша қуырып алдық. Енді шампиньондарды салуға болады. Шампиньондарымыз өзі су беріп, барлық су буланып алғанша қуырамыз. Әзірше біздің фетучини пастасын дайындау үшін суды қайнағанша қоямын. Саңырауқұлақтардың суы буланып бітті, енді тауық етін қосуға болады. Тауық еті піскенше қуырамыз. 15 минуттай шамасында отты кішкене азайтып қоямын. Сөйтіп қуырамыз. Тауық еті қуырылып жатқанда ірімшікті теркадан өткізуге болады. Ірімшікті кішігірім теркадан өткіземіз. Су қайнады, енді ішіне пастаны салуға болады. Тауық еті піскен кезде үстіне кілегейді құямыз. Кілегейді құяр алдында оны шайқап аламыз. Толығымен құйдық. Кейде оны сумен де араластыруға болады. Бірақ мен араластырған жоқпын. Сонда қою ауып шығады. Егер сізге қою ұнамайтын болса, сумен де араластыруға болады. Немесе 10%-дық кілегейді қолдансаңыз болады. Осылайша 5 минуттай шамасында қуырылады да өзі қоюланып алады. Осы кезде дәміне қарай тұз және де бұрыш қосамын. Жақсылап тұрып араластырамын. Өзі қоюлана бастайды. Кілегейіміз қоюланды, енді ірімшікті қосамыз. Жақсылап тұрып араластырамын. Фетучини пастасы пісті. Енді оны үстіне саламыз. Пастаны пісірген кезде оның ішіне бір ас қасық өсімдік майын саламын. Сонда олар бір-біріне жабысып қалмайды. Піскен пастаны суық сумен жуып аламыз. Енді пастаны жақсылап тұрып араластырамын. Пастамыз дайын болды. Үстіне ірімшік сеуіп қоямын. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Әлі де көп рецепттер шығады.